Бірде анамды сынау үшін келінімнің кемшілігін айтып, жамандай бастадым. Оң жағынан шықтым, сол жағынан шықтым, болмады. Өйткені енесі келінін жақтап, кемшілігін жасырып, жақсылығын асырып, пенде болған соң барлығы болады. Ешкім идеал емес, сен де кемшіліктен пәк емессің деген бір сөзі бар. Сондықтан да ауызбіршіліктің ұйытқысы енелер аман болсын. Анаңның қадірін біл, аманында күлкісі